أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті шәкірттер, құрметті көпшілік, Алланың қалауыменен бүгін 10-ші сабағымыз, 10-ші дәрісімізді бастайын деп отырық. Алладан медет тілеп, Алладан жарылқау тілеп, иншалла ісімізге береке тілейміз. Және алып жатқан ілімдеріңізге Алла Тағала берекесін берсін иншалла. Алла зейіндеріңізді ашсын. Алдыңғы сабақта, 9-ші сабақта не өткен едік? Кішкене осыны еске түсіріп кетейік. Алдыңғы тақырыпта біз артикль, алиф лам артиклін өткен едік. Алиф лам артиклінен кейін әріптер екіге бөлінеді. Шамсия және Қамария болып екіге бөлінетіндігін. Және де лафзатулла, Алланың есімін өткен едік. Қай кезде жуан болады, қай кезде жіңішке болады. Одан кейін оқып жаттығулар бірнеше осындай тақырыптарға иншалла тоқталған едік. Енді Алланың қалауыменен иншалла бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз иншалла. Ал, бисмилла, көпшілік шәкірттер. Бүгін жаңа тақырып мәд, созу тақырыбын кеңінен тоқталамыз. Алдында біз мәд тақырыбын азғантай бір бөлігін өткенбіз. Енді сол мәд тақырыбын кеңінен біз енді 10-ші сабақтан бастап тәжуид ілімін бастап жатырық. Яғни тәжуидпен оқу Құранды фарыз болып саналады. Сол үшін тәжуид ілімін кеңінен өтетін боламыз иншалла. Осы бүгіннен бастап тәжуид кеңінен өтіледі иншалла. Мәд тақырыбы 7 тақырыптан тұрады. Енді әрқайсысы өз ішінде бөлінуі мүмкін, бірақ негізгі 7 тақырыптан. Біріншісі сәбәп мәд, яғни созуға себеп болған тақырып. Екінші мәд табиғи созу. Үшінші мәд мұнфасыл, яғни бөлінген сөзді созу. Мәд мұттасыл. Төртінші біріккен сөзді созу. Одан кейін 5-ші мәд ард, яғни тұрақсыз болған нәрсені созу. 6-ші мәд лазым, тұрақты болған нәрсені созу. 7-ші мәдлин, фатхалы әріптен кейінгіні созу тақырыптарына иншалла осы 7 тақырыпқа кеңінен тоқталамыз иншалла. Ал бауырлар, біз 7 тақырыпты алдарыңызға тізіп бердім. Енді соның біріншісі сәбәп мәд, яғни созуға себеп болған нәрсе. Одан кейін тақырыптар мәд табиғи, мәд мұнфасыл кете береді. Соның барлығы неден шығады? Осы сәбәп мәдтен шығады. Осы созуға себеп болған тақырыптан бөлініп шығады. Яғни созуға себеп болған нәрсе қаншаға бөлінеді екен? 2-ге бөлінеді. Хамза созуға себеп болған нәрсенің біріншісі хамза, созуға себеп болған нәрсенің екіншісі сукун. Біріншісі хамза, екіншісі сукун. Созуға себеп болған нәрсе. Енді хамзаның өзі ішінде 2-ге бөлініп кетеді. Кәдімгі үлкен хамза, кіші хамза. Кәдімгі таяқша алиф және кіші хамза. Осы 2-ге бөлінеді. Сукунның өзі тұрақты сукун, тұрақсыз сукун болып өз ішінде 2-ге бөлінеді. Оны алдағы уақытта иншалла ол тұрақты тұрақсызға, үлкен алиф пен кіші алифке жеке тоқталамыз. Ал біздің қазір сәбәп мәдқа негізгі қатыстысы созуға себеп болғанның біріншісі хамза, созуға себеп болған нәрсенің екіншісі сукун деп жақсылап біліп алсаңыздар иншалла. Осының өзі алдағы уақытта көмектеседі иншалла. Ал бауырлар, екінші сәбәп мәдті жақсы түсініп алдық деп ойлаймын иншалла. Енді біз мәд табиғи созуды еске түсіріп кетейік. Алдағы уақытта біз оны өтіп кеткенбіз. Егжей-тегжейлі созылуын. Бұның мысалын келтіріп кете салайын. Мысалға міне. Нерде әлифте қареке жоқ болғандығы себепті қафты не істейміз? Созамыз. Қала. Кәна. Якуну деген сияқты осы созылуларды алдыңғы уақытта өткен тақырыбымыз. Осыны мәд табиғи деп атайды. Ал иншалла мәд табиғи ол түсінікті иншалла. Табиғи созу, яғни 2 алиф мөлшерде созу. Енді мәд мұнфасыл дегеніміз бөлінген нәрсені созу. Яғни бөлінген деген не нәрсе? Нерде қызылмен бөлінген және көкпен бөлініп әдей жаздым. Лә деген бір сөз, иләһә деген бір сөз. Яғни екеуі бөлек сөз. Лә бөлек бір сөз, иләһә деген бөлек бір сөз. Осы жерде лә деген нәрсе не? Табиғи созылып тұр. Лә деп, қала деген сияқты лә деп өз алдына бір бөлек созылып тұр. Енді осыдан кейін созуға себеп келді. Үлкен хамза, алиф келді. Созуға не қылып тұр? Сәбәп, созуға себеп. Осы жерде ләмді ұзақ созуға
себеп болып тұр. Қандай? Мына жерде не пайда болады? Шляпы. Төбесінде шляпы. Ұзақ 4 әлиф мөлшерінде созуға себеп болып тұр. Мәді мұнфасыл дегеніміз 4 әлиф созуға себеп болған нәрсені мәді мұнфасыл дейді. Ла илаха деп ләні 4 әлиф мөлшерінде не істейміз? Созады екеміз. Мәді мұнфасылды 4 әлиф мөлшерінде созу жәйіз. Яғни үкімі жәйіз. Ла илаха. Құранда осы ләдан үстіне не қойып қояды? Мындай шляпы қойып қояды. Өрде шляпы неден пайда болды десеңіз, осы ләдан кейін мына әлифтің келгендігі себепті. Көрдіңіз ба? Осы әлиф келгендігі себепті мынаның үстінде шляпа пайда болады. Мынаны негізінде обычно, кәдімгі кезде не істейтін ек? 2 әлиф мөлшерінде созатын ек. Ла деп, енді мына әлиф келгендігі себепті мынаны төртеуге дейін созып жіберуге болады екен. Ла илаха. Көрдіңіз ба? Бірақ ла бөлек сөз, илаха бөлек сөз. Мына жерде де ла деген бөлек сөз, арбуду деген бөлек сөз. Ла деген негізі обычно 2 әлиф мөлшерінде созылатын еді. Одан кейін әлиф келгендігі себепті мынаны төртеуге дейін созасыз. Қаншаға дейін созады екенбіз? 4 әлиф мөлшерінде дейін созамыз. 4 әлиф мөлшерінде созу керек. Мәді мұнфасылды 4 әлиф мөлшерінде созу керек. Ла арбуду. Мына жерде автоматты түрде не пайда болады? Шляпы пайда болады. Құранда шляпы қойып қояды негізінде, оңай болсын деп шәкірттерге. Негізінде бұл жерде адам өзі үйренген болса, мына жерге шляпы қою керек те, өзі-ақ біле береді. Неге? Өйткені табиғи созудан кейін әлиф келетін болса, мәді мұнфасыл болады. Яғни мынау бөлек сөз, мынау бөлек сөз болады, бірақ мынаны ұзақ созамыз деп ережесін айтады. Ла арбуду. Мына жерде де я деген бөлек сөз, айюха деген бөлек сөз. Я деп 4 әлиф мөлшерінде созуға не болып тұр? Әлиф себеп болып тұр. Түсініп отырсыз ба? Я айюханнасу. Айюханнасу. Мына жерде әлифтің келгендігі себепті табиғи созудан кейін мәді мұнфасыл болады ережесі. Яғни мәді мұнфасыл деген я бір бөлек сөз, айюха бөлек сөз, ла бөлек сөз, илаха бөлек сөз, ла бөлек сөз, арбуду бөлек сөз. Ал мәді мұнфасыл бөлінген нәрсенің өзін естедік, 4 әлиф мөлшерінде созуға алып келдік. Еді мәді мұттасыл, яғни біріккен нәрсені созу. Бәңілде ла бөлек сөз, арбуду бөлек сөз болған секілді ол бөлек мұнфасылға жатады. Еді мұттасылды қараңыз. Міне, көрдіңіз ба? Хамза не істелінбей тұр? Бөлінбей тұр. Мынаны әні бөлек сөз, жәні бөлек сөз деп айта алмайсыз. Яғни осыныңкі бір сөз болғандықтан біріккен нәрсені созу. Біріккен нәрсені созу, біріккен нәрсені созу деп айтайды. Яғни біріккен нәрсені созуға біз айттық, созуға себеп болған нәрсе хамза, үлкен және кіші. Үлкені мұнфасылға кетті, көрдіңіз ба? Кіші хамза мұнтасылға кетіп қалады сонда. Кіші хамза келді ма? Мәт табиғи, мәт табиғи ғой. Кішкене хамза келді ма? Автоматты түрде үстінде мынандай не пайда болады? Шляпа пайда болады. Мәт табиғи. Одан кейін хамза келді ма? Шляпа пайда болады. Мәт табиғи. Хамза келді ма? Шляпа пайда болады. Бұны да созу 4 әлиф мөлшерінде созу керек біз. 4 әлиф мөлшерінде созу керек. 4 әлиф мөлшерінде созу уәжіп болады. Алдыңғы мұнфасылды созу жәйіз болса, бұны созу уәжіп болады. Егер осындай біріккен сөздегі созуды егер қысқа созып қоятын болсақ, ол күнәға алып кеп соғады. Сол үшін тәжвидке қатты мән беру керек. Қараңыздар. Көрдіңіз ба? Яғни екеуінің де 4 әлиф мөлшерінде созыла береді. Ерекшелігі анау бөлек сөз, мыналар біріккен сөз. Ойда, енді екеуі де алдыңғысы да мынауы да 4 әлиф мөлшерінде созылады. Екеуіне созылуға себеп болған нәрсе хамза екен. Ал, құрметті шәкірттер, төбеден 4 әлиф мөлшерінде созуға себеп болған шляпыны көрдіңіз ба? 4 әлиф мөлшерінде созып кете беріңіз. Мен сізге тек мұнфасыл, мұттасыл деген ережелерді егжей тегжейлі ашып бердім да. Енді сіздер шляпы көрдіңіз ба?
ұзақ созуға тырысыңыздар иншалла. Енді келесі тақырып мәд ард, яғни тұрақсыз болған нәрсені созу. Яғни тұрақсыз болған сукунды созу. Яғни тұрақсыз болған сукун деген сөз міне. Нерде? Алиму деген сөз, алдында сөз келеді жалғасымда. Сөйтті алиму деген сөз келеді да, сөйлем не істейді? Сөйлем аяқталады. Аят, хадис, дұға, кез келген нәрсе не істейді? Аяқталады. Сөйтті алим деп мимға не қойылады? Сүкін қойылады екен бауырлар. Қараңыз, мимға не қойылады? Сүкін қойылады. Бірақ өрді дамма тұра береді. Бірақ сөйлем аяқталғандығы үшін оға мимға сүкін қойып оқисыз. Яғни ол тұрақсыз сүкін. Нада тұрақты сүкін негізінде мимнің өзінде негізінде сүкін жоқ еді. Бірақ сөйлем аяқталғандығы үшін кез келген сөзге не қойылады? Сүкін қойылады. Сол сүкінді мәд ард тұрақсыз болған сүкін болған үшін алим деген нәрсені созу не болады? Жайыз болады. 4 әлиф мөлшерінде созу жайыз болады. 4 әлиф мөлшерінде созу жайыз, яғни рұқсат мағынасында. Қысқа созып қойсаңыз күнә болмайды деген сөз. Алим, алим. Сөйлем аяқталып қалған кезде сөйлемген соңғы әріпке сүкін қоясыз. Сол сүкін болған кезде ли дегенді 4 әлиф мөлшерінде созуға болады. Оны мәд ард деп айтады. Алим. Ұзақ созу тоқтасаңыз жақсы болады. Негізінде Құранның көп жері созудан тұрады. Енді астында тағы бір мысал келтірдім. Яқулуна деп жазылып тұр. Құранда да солай жазылады. Сөйтіп аят және хадис, дұға аяқталады. Аяқталғаннан кейін нунға не қоямыз? Сүкін қоямыз. Автоматты түрде нунға сүкін қоямыз. Сөйтіп яқулун. Көрдіңіз ба? Нунға сүкін қойғандығы, тұрақсыз сүкін болғандығы үшін мынаны 4 әлиф мөлшерінде созу жайыз болады. Яқулун. Ал иншалла тәжвидтерге сіздерге кішкене тоқталып отырық. Алла қаласа, иншалла Құраннан ашып, осындай көрсетілген ереже бойынша ашып қарасаңыздар, шляпсы бар көп сөздерге кездесесіздер иншалла. Соның қайсысы мұнфасыл, қайсысы мұттасыл, қайсысы ард, қайсысы лазым екендігін тез арада ажыратып аласыз иншалла. Осы тақырыпты жақсы түсінген болсаңыз. Енді мәд лазым тақырыбына тоқталайық. Мәд лазым, мәд ардпен айырмашылығы, мәд ард тұрақсыз болған сүкін. Алиму деген кезде мимда сүкін жоқ еді, сөйлем аяқталғандығы үшін сүкін пайда болды. Тұрақсыз, кейде сүкін болады, ол тоқтасаңыз сүкін болады, тоқтамасаңыз ода сүкін болмайды. Ал мәд лазым деген тұрақты сүкін. Ол өмір бақи сөйлерде сүкін тұрады. Ешқандай еш жаққа ести алмайсыз, оны жылжыта алмайсыз. Өмір бақи өзінде бар сүкінді мәд лазым. Яғни мына жерде ләмда не тұр? Сүкін тұр. Бұл өзінде бар сүкін. Кейіннен пайда болған сүкін емес та. Осы жерде өздігінен бар тұрақты сүкін болғандығы себепті мына жерде не пайда болады? Шляпа пайда болады. Сонда дегенді 4 әлиф мөлшерінде созу бізге міндет болады. Әл-әна. Нерде әні созу ол грамматически уәжіп болады. Қараңыз, не жерде? Әл деп созатын жерді Құранда көп кездеспейді иншалла. Осы ережені жақсы жаттап алсаңыз, Құранда кез келген жерін ұзақ созуға көмек береді. Әл-әна. Ләмнің сүкіні тұрақты сүкін. Оның астында Фатиха сүресінде кездескен сөз вәләддаллина. Мына жерде автоматты түрде не пайда болады? Шляпа пайда болады. Осы шляпаның пайда болуына себеп болған қараңыз. Мына жерде мына даттың ішінде қанша дат бар? 2 да бар. Бірді да сүкін бар, екіншіде да фатха бар. Шадда өз ішіне 2 нәрсені қамтиды. Сүкінді және фатханы. Сонда 2-ді бірігіп жазылып, үстіне шадда қойыла салады. Көрдіңіз ба? Енді одан кейінгі ләмда да шадда тұр ғой. Бұда да бір ләмда сүкін бар, екінші ләмда кәсіра бар. Міне осы екеуі бірігіп шадда болып кеткен. Енді осы жерде мына ләмнің сүкіні міне маңызды. Яғни ләмда тұрақты не бар? Тұрақты сүкін бар. Тұрақты сүкін бар. Көрдіңіз ба? Мына жерде де тұрақты сүкін бар. Бауырлар, тұрақты сүкін бар. Өмір бақи өзінде бар сүкін ол. Мына жерде де ләмда тұрақты сүкін болғандығы үшін даны не істейміз? 4 әлиф мөлшерінде созу уәжіп болады. Мынаны да 4 әлиф мөлшерінде созу уәжіп болады. Қараңыз.
Вәләддаллина. Мына ләмда ішінде жасырын не бар? Сүкін бар. Яғни оның сүкіні өзінде бар сүкін. Кейіннен пайда болған сүкін емес. Өзінде бар сүкін болғандығы үшін даны 4 әлиф мөлшерінде созу уәжіп болады. Осы жерде шляпа неден пайда болды деген кезде, мына ләмнің ішінде сүкін бар. Сол ләмнің сүкіні болғандығы үшін, ләмнің сүкіні тұрақты сүкін болғандығы үшін даны созу 4 әлиф мөлшерінде созу уәжіп деп ережесін айтып бересіз иншалла. Енді келесі тақырып мәдлин тақырыбы. Мәдлинге 2 әріп жатады. Я және вау әріп, 2 әріп жатады. Осы екеуі өте маңызды. Мәдлинге осы екеуі қатысты. Басқа әріптері қатысы жоқ. Осы жерде, не жерде, міне, я әрпі кеп тұр, не жерде де я, не жерде вау кеп тұр. Осы я және вау әріптері сүкінді болған кезде, қараңыз. Осы я мен вау міндетті түрде не болу керек? Сүкінді болу керек. Сүкінді болғаннан кейін келесі әріпте де не болған болу керек? Келесі әріпте де не болу керек? Сүкін болу керек. Кейіннен пайда болған болсын, тұрақты болсын ол. Ол бердегі рыда негізі кейіннен пайда болған сүкін. Негізі берді рыда касра немесе дамма касра болады көбінесе. Нерде де өзінің харекесі бар рының. Нерде де тыда не бар? Өзінің харекесі бар басқа. Татқа немесе касра дамма әйтеу бір хареке бар. Бердегі сүкін неден пайда болды? Берде сүкіннің пайда болуына мына нәрсе. Аят сөйлем аяқталды. Сөйлем аяқталған кезде автоматты түрде әріпке не қойылады? Автоматты түрде сүкін қойылады. Сөйлем аяқталған кезде әріпке автоматты түрде соңғы әріпке сүкін қойылады. Енді осы сүкін сөйлем аяқталғандағы сүкін болды ма? Оның алдындағы вау немесе я әріпі сүкінді болса, мәділин болады. Мәут, ғайр, хайр. Нерде де? Хауф. Негізінен нерде? Ин деген хареке бола береді, ол проблема емес. Сөйлем аяқталды ма, сүкін пайда болады, міндетті түрде. Соның алдындағы лин әрпінің біреуі келіп, ода міндетті түрде сүкін болса, осы вауды және яны созып тоқтаймыз. Хауф, хайр, мәут, ғайр. Енді осы ғайр деп созуды қанша мөлшерде созып тоқтайды дегеніміз? 4 әлиф мөлшерінде созып тоқтаймыз. Енді осы жерде мен сіздерге айта кетейін. Осы жерге автомат түрде шляпа қоймайды берге. Шляпа қоймайды. Шляпа қоюға себеп болған нәрселер ол хамза және сүкін. Хамза және сүкін. Осы екеуі келген кезде ғана шляпа пайда болады. Ал одан басқа тақырыптардың көбісінде шляпа қоя бермейді. Адам өзі не істейді? Сөйлем аяқталып, сүкін қойылды ма, өзінің алдындағы вау және я әрпіне қарай созып тоқтай береді. 2 әлиф мөлшерінде созып тоқтасаңыз да болады. Бірақ міндетті түрде созып тоқтау керек. Ал бауырлар, мен сіздерге мәт тақырыбында неге көп тақырып қозғадым? Себебі бұдағы мәт мұттасыл, мәт мұнфасыл деген сияқты ережелерді адам шатастыру мүмкін. Ол түсінікті жағдайда. Бірақ осы жерде барлық тақырыпты мен сіздерге бірсыпыра түсіндіріп ашып беруге тырыстым. Осылардың барлығынан негізгі қорытынды ретінде мен сізге 4 нәрсені айта аламын. Біріншісі, мынандай шляпа келді ма? Шляпа келді ма? 4 әлиф мөлшерінде соза беріңіз. Шляпа келді ма? Міндетті түрде 4 әлиф мөлшерінде созуға тырысыңыз. Сол ереже қағиданы жақсы жаттап алсаңыз, Құранды ашып қарасаңыз, осындай шляпа кездеседі. Сол шляпаның барлығы 4 әлиф мөлшерінде соза беріңіз. Екінші сізге қорытындылайтын тақырыбым лин әріптерін жақсы біліп алыңыз. Вау мен я. Осы екеуі сүкінді болды ма, сөйлем одан кейін аяқталып қалды ма, осы вау мен я созылып тоқталатындығын біліп алыңыз. Min xauf, ғайр, хайр. Осы мәдлин 2 әріп маңызды. Осылар сөйлем аяқталған кезде созылып тоқталатындығын жақсылап қорытындылап біліп алсаңыз, бұған шляпа қатысы жоқ. Шляпа ол өз алдына бөлек тақырып. Мыналарға шляпа келмейді. Бұл вау мен яның сүкіннан білесіз. Сүкіннан білесіз және сөйлем аяқталу керек одан кейін. Бір әріп келеді, сүкін және одан кейін сөйлем аяқталу керек. Енді үшінші сіздің қорытындылайтын тақырыбыңыз, сөйлем аяқталса, соңғы әріпке сүкін қойылатынын нақты біліңіз. Міне наған әдейі қатысты етіп айтып жатырмын да.
Сөйлем аяқталды ма? Аятта, өз аятты білдіреді сөйлем аяқталған нәрсе. Сөйлем аяқталды ма? Сөйлем аяқталған нәрсенің немесе тоқтау белгісі келді ма? Тоқтау белгілері келді ма? Болды. Соның алдындағы әріпке, соңғы әріпке сүкін қойылады. Автоматты түрде сүкін қойылады. Бүгінгі өткен тақырыбымыздың қорытындысы. Енді төртінші нәрсе созуға, 4 әлиф мөлшерінде созуға себеп болған нәрселер не екен? Ол хамза мен сүкін екен. Хамза, сүкін екендігін нақты біліп алсаңыз, иншалла. Осы 4 нәрсені жақсы біліп алыңыз, иншалла, үйреніп кетесіздер. Ал, бисмилла. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар, Алланың қалауымен бүгін мәд тақырыбына байланысты кеңінен тоқталдық. Соның ішінде бірнеше тақырыптарды аштық. Соның ішінде қорытындыны айттық. 4 қорытындыны. Сол 4 қорытындыны жақсылап жаттап алсаңыз, иншалла сізге бүгінгі тақырыпты иншалла үйрендім деген былайша жеңілдікке, сабақ үйренуге сондай шешім қабылдай алсаңыз болады. Сол 4 қағиданы жақсы жаттап алыңыз. Енді сіздерге оқып жаттығу, яғни тақтада ілініп тұрған қазір тапсырманы бірге оқимыз, бірге қайталаймыз иншалла. Ал онда бірге қайталайға шәкірттер кән. Бисмилла. Мына парақшаны сіздерге берем, алдарыңызға шығарып алыңыздар, осы парақшаға қарап отырып дайындалыңыздар. Фәл ятана фәсил. Ләмнің сүкініне кіреміз. Бұл ләмға сүкін қою себепті, одан кейінгі мим әріпі неге жатады? Қамари әріпке жатады. Сол себепті ләмға сүкін қоямыз. Фәл ятана фәсил мүтәна фисун. Сөйлем аяқталғанда үшін нунға не қоямыз? Сүкін қоямыз. Қайтадан. Фәл ятана фәсил мүтәна фисун. Нунда не пайда болды? Сүкін пайда болды. Қайта ары қарай. Би ах камил хакимин. Би ах камил хакимин. Нерде бименен әні бөлік айту керек. Би ах камил хакимин. Нунға сүкін қойып адырық. Кейіннен пайдан болған сүкін. Ары қарай. Хуәл хайюл. Міне, сүкіндардың ләмі бар сүкіндарға. Ләмнің сүкінына не істейсіз? Кіресіз. Хуәл хайюл қайюм. Хуәл хайюл қайюм. Яйдың шаддасын білдірту керек. Ары қарай. Лә-тә. Қараңыз. Лә-тә деп әлифке не қойып атыр? Сүкін. Лә-тә худуху. Созылады. Синатун вәлә наум. Наум. Мәділин әріфі келді. Сөйлем аяқталды. Мәділин вау әріфі келді сүкінменен. Одан кейін сөйлем аяқталды. Мәділин ережесі өшерде ортаға шығады. Лә тәхудуху синатун вәлә наум. Алдағы өткен ережелер. Вауды создық. Ары қарай. Вәлә яудуху хифзухума. Созылу белгісімен келген кезде, сөйлем аяқталған кезде созылып тоқтала береді. Мә деп созылып тоқтала береді. Қайтадан. Вәлә яудуху хифзухума. Мінерде ядан кейін алиф хамза қойып қойған. Сол хамзаның қарекесін қойып, оуды созып оқимыз. Ары қарай. Мәнит табаъаз зикра. Мәнит табаъаз зикра. Мінерде тының шаддасына кірдік. Мінерде зының шаддасына кірдік. Мәнит табаъаз зикра. Мәнит табаъаз зикра. Енді өшерде сүкін қойған кезде қалай қоямыз? Қайтадан. Мәнит табаъаз зикр. Зикр. Рыға да сүкін қоя бересіз. Ары қарай. Ла ас'алукум ажран. Енді қараңыз, ләні ұзақ создым. Неге? Одан кейін әлиф келді. Сөйлем бөлек болса да әлиф келді. Өшерде шляфы пайда болады. Ла ас'алукум ажра. Сөйлем аяқталған кезде созып тоқталады. Негізі ажран деп жазылып тұр ғой. Сөйлем аяқталған кезде ажра. Осы әнмен сөйлем аяқталып қалса, сөйлемді созып тоқтау міндет болады. Әжір дей алмайсыз. Әжіра. Созып тоқталады. Ары қарай. Вәжәаләни. Созылады. Минәл
мукрамин. Ваджалани минал мукрамин. Білдіресіз, одан кейін нунға сукун қоясыз. Ары қарай. Бима кану яксибун. Ары қарай. Фәлә яхзунка қаулухум. Кәдімгі өзінің сукуны. Кейіннен пайда болмаған өзінің сукуны. Ары қарай. Минаш шажарил ахдар. Шыға не үшін кірді? Алиф ламнан не үшін аттадық? Өйткені ш, қай әріпке алиф лам артиклінен кейін келген әріп өзі екіге бөлінеді дедіге. Шамсия және қамария болып бөлінеді. Бұл жерде шамсия әріпі болған үшін шыға кіріп кетеміз. Минаш шажарил ахдар. Рыға сүкін қоямыз. Ва хувал халлақул алим. Ары қарай. Алимул ғайби ва шахада. Негізі дәти деп жазылып тұр. Сөйлем аяқталғандығы үшін дә өзінің қалпына қайттан қайтады. Ва шахада. Ары қарай. Ва хувал азизул хаким. Ана, Алла разы болсын. Осы жерге дейін сіздерге тапсырма ретінде оқып бердім. Арға қарай қалған жерін сіздерге тапсырма ретінде үйге беремін. Үйде көп қайталап маған тапсырма ретінде записпен жібересіздер иншалла. Ал, бауырлар, бүгін Аллаға шүкір мәт тақырыбын өттік. Және одан кейін оқып жаттығуларды өттік. Иншалла, сол оқып жаттығуды көбірек үйде қайталаңыздар. Енді сіздерге үй тапсырма. Иншалла, біріншісі мәт жайлы, егжей тегжейлі. Оның ішінде 7 түрге бөлдік. Соның бәрін егжей тегжейлі дайындалу, жаттау. Жақсылап қайталаңыздар, көбірек қайталаңыздар. Одан кейін көп қайталағанда 30 рет, кемі 30 рет қайталау керек. Одан кейін 4 қағида, соңғы қорытындыны айттым мен. Негізгі мәттен қорытынды 4 қағиданы айттым. Жалпы 10-шы сабақтың қорытындысында айтқам, 4 қағиданы жақсылап жаттап алыңыздар. Сол нәрсені жаттап, иншалла, үйреніп алсаңыздар, сіздерге көп көмегі болады. Одан кейін 3-ші, оқып жаттығуды біз дайындалдық. Мына парақшадан оқып жаттығуды дайындалдық. Сол оқып жаттығуды мен көрсеткен жерін кемі 30 рет, ең көбі 100 рет қайталайсыздар. Одан қалғанын сіздерге үйге тапсырма ретінде бердім. Маған записпен оқып жібересіздер мынаны. Қателеріңізді иншалла айтып берем. Енді одан 4-ші, Құраннан осы мәт жайлы мына 4 қағиданы жақсылап Құраннан іздейсіз. Шляпсы бар, созылатын жерлер 4 алиф созылатын, сөйлем аяқталған деген сияқты нәрсенің барлығын 50 сөз табасыз, 50 сөз тауып, иншалла, маған оқып, записпен оқып жібересіз, иншалла. Енді Алла қаласа, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, иншалла, маған жекеге шығыңыздар, ұстазға, маған мен сіздерге қолымнан келгенше қайтадан түсіндіруге дайынмын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.